Кеше ғана Дариғаның бұрынғы байы Дарханның сұхбатын көрдім. Сол сұхбаттан кейін кей қатындардың жаны бітіп, сол Дариғаның бұрынғы байын келмештеп жатыр. Дұрыс лақтырып кеткені, ондай еркектің не керегі бар, ондай еркекті асырап не керегі бар деп. Ал сендер мынаны ойладыңыздар ма? Сол Дариға қалған кім? Сол Дариғаға тыйым салмай, сол актерлық өнерін ары қарай дамытуына, өсіп өнуіне айлап, үш айлап гастрольдікпен жан жаққа кетуге, съемкаға кетуге рұқсатын беріп отырған, өзінің ата-анасын емес, сол Дариғаның ата-анасын бағып отырған. Осы Дархан болатын. Ал енді сол Дариғаның қатты қызғанатының арқасында өзі де актер бола тұра, өзі де әнші бола тұра, өзінің өнер жолын осы әйел үшін сарп етіп үйде отырды. Ал сіздер өздеріңіз айтасыздар ғой, әйел заттары, біздерді қамап қоймау керек, бізге де тыйым салмау керек, бізге де қолдау керек деп. Ал міне қолдады. Дымы жоқ қатынды миллиардер қылды. Ал сол қатын болса 2 миллиард ақшаны тапқаннан кейін байы керек емес болды. Қасындағы ойнасымен бірге кетіп қалды. Ал енді осыдан кейін бұл еркекті қалай таба алайсыңдар? Сондай қолдамау керек пе? Үйде қамау керек пе? Өз актерлығын дамытып, бұл Дариғаны үйде отырғызу керек пе? Бәлкім солай істегенде дұрыс шығар. Ал енді Дариғаға айтарым, сен ол жаспен жүргенде, ол жаста сені пайдаланып қадап кетпесін. Сақ болып жүр. Очоу дейсің ғой, Белсебетті мотоциклға айырбастадым дейсің ғой. Да, жаным, мен сол өлеңді мен де айтар едім ғой.